Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен алыстағы немесе басқа қаладағы адам үшін ECP кілт ашуды үйрететін боламын. Ең алдымен компьютерден немесе ноутбугыңыздан диспетчер устройств дегенге кіреміз. Кіргеннен кейін осындай бет ашылады. Осы жерден камера дегенге кіреміз. Бұл әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Енді осы жерден камераны өшіреміз. Отключить устройство деген тұрады. Осы жерден да деген батырманы басамыз. Міне бізде камера өшті. Енді өтеміз. Енді келесі Egov.kz сайтына кіреміз Google'дан. Кіргеннен кейін төменге қарай түсеміз. Осы жерден ECP-ны қашықтықтан алу деген батырма тұрады. Соны басамыз. Келесі онлайн сұрау батырмасын басамыз. Осы жерден жеке тұлға немесе заңды тұлғаны таңдайсыз. ЖСН-іңізді енгізесіз. Сұраныс жіберу батырмасын басамыз. Сізде N-Slayer орнатылған болу керек, және мобильдік азаматтар дерек қорында тіркелген болу керек. Және келесі төменгі жағында жеке куәлік немесе паспортты таңдаймыз. ECP-ны алуға көшу батырмасын басамыз. Осы жерге иініңізді жазасыз. Келесі төменге телефон номер жазатын боламыз. Осы жіберген телефон номерге код келеді, соны енгіземіз. Осы жерде бізде QR код шығады. Осы QR кодты телефонның камерасын қосып, осы QR кодты телефоныңыздың камерасын ашып, сканерлейміз. Сканерлеген кезде бізде осындай бет ашылады. Осы жерден копировать етіп аламыз. Копировать етіп, сіз ECP-ны кімге ашасыз, сол адамға осы копировать етіп жіберетін боласыз. Және ол адам сіздің жіберген сілтемеңіз арқылы кіріп, видео проверкадан өтетін болады. Одан кейін бізде ары қарай келесі батырма ашылатын болады. Келесі бізде осындай бет ашылады. Осы жерден разрешить деген батырманы басамыз. Және осыны төменге қарай түсіріп, келісім береміз. Енгізу батырмасын басамыз. Кілт қоймасын таңдауды батырманы басамыз. Кілт сақтайтын жерді таңдаймыз. Келесі бізде сертификаттарды жүктеу батырмасын басамыз. Осы жерде құпия сөзді енгіземіз. Бұл жерде ағылшын әріптермен болу керек. Және сандарды жазамыз. Құпия сөзді қайтадан жазамыз. Құптау батырмасын басамыз. Сіз осылай сәтті ECP ключті алған боласыз. Достар, бізде ECP ключ осылай сақталған болады. Егер менің каналым сізге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер. Осындай пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп өтіңіздер.